золото емес адамдар да кіре алады. Бірақ та тағы да условия бар. 5-ші деңгейді толтырып жатқан кезінде, мынау 5-ші линия толған кезде ол кісінің статусы изумруд болу керек. 6-шы линия толып жатқан кезде, ол адамның статусы бриллиант болу керек. Вот сондықтан кім бриллиант? Мына жерде тұрған адамның бриллиант болу керек пе, или мына кісілер бриллиант болу керек? Мынау бірінші кісі бриллиант болу керек. Бірінші кісі, например, біздер бриллианттармыз. Біздің командада бриллианттар көп, иә? Бриллианттар автомат алады. Ал енді келіп жатқан, осы жерге келіп жатқан бронза, келіп жатқан серебро, келіп жатқан золото, солардың статусы 5-ші линияда изумруд, 6-шы линияда бриллиант болуларымыз керек. Условия компанияның шарты бар. Осы уақытқа дейін бізге түсіндірген кезде 7 линия деген, және бізге 5 линия деген линияларды қазір қысқартты, бірақ компания условия берді. Сондықтан құрметті біздің партнерларымыз, біз сіздерді құттықтаймыз, тезірек қимылдаймыз, тезірек барлығымыз до июльдің аяғына дейін бір машинаны мініп, кешіріңіздер, бір машинаны мініп, және GBC деген компания 10 миллиондық машинаны сіздерге подарокқа береді. Сондықтан айналайын партнерлар, білесіздер ма, қандай мүмкіншілік қазір бізге компания жасап жатыр, е? 21 мың теңге салып, қандай компания адамдарға машина берді. Ал енді мына жерде мүмкіншілік лизинг емес, кредит емес, сіздердің астыларыңызға новый машина мінгізеді компания. Ал жұмыс істейміз. Құттықтаймын.